Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. 6-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Оқы. Соқпақ. Әкесі мен баласы мектепке келе жатты. Қар аппақ. Бала анадай жердегі қалың қараға қарай жүріпті. Жолдан шығып, қалың қарды бекер омбыладың-ау, деді әкесі. Түстен кейін әкесі мектепке тағы келді. Қайтар жолда бала өзінің ізін іздеді. Ізі жоқ, өйткені бала жүрген жолмен біраз адам жүріпті. Соқпақ жасалыпты. Бұны байқаған әкесі баласына сүйсіне қарады. Мәтін не туралы? Бала не істеді? Бала жүрген іздің басқаларға пайдасы тиді ме? Әрине, балалар. Неге деп ойлайсыңдар? Өз оймен бөліс. Мектеп, бала сөздеріндегі дауысты, дауыссыз дыбысты ата. Қандай сөз? Мектеп. Балалар, м дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? М дауыссыз, е дауысты, к дауыссыз, т дауыссыз, е дауысты, п дауыссыз. Неше дауысты дыбыс? 2. Неше дауыссыз дыбыс? 1, 2, 3, 4. Дыбыста неше дауысты дыбыс болса, сонша буынға бөлінеді. Балалар. Бала. Дауысты дыбыстар нешеу? 2. Дауыссыз дыбыстар 2. Яғни 2 бұл дауысты дыбыс болса, 2 буынға бөлінеді. Бала. Жарайсыңдар. Есіңде сақта. Дауысты дыбыстар қызылмен белгіленеді. А, ә, е, о, ө, о, ö, a, e, i, u. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни, балалар, бізде 11 дауысты дыбыстар бар екен. Енді дауыссыз дыбыстарды атайық. 1, 2. Бірінші. Атайық. Содан соң санаймыз. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, щетка делінеді. Бұл жердегі И қысқа И деп аталады. Бұны естен шығармайды. Дауыссыз дыбыстар бізде көк түспен белгіленеді. Олай болса, дауыссыз дыбыстарды санайық. Қане, бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Яғни 25 дауыссыз дыбыстар, 11 дауысты дыбыстар бар екен. Екінші жаттығу. Жаңылтпаштап
көркем жаз. Қар аппақ, дала аппақ, бәрі аппақ. Үшінші жаттығу. Сурет бойынша мәтін құра. Балалар, суретте қай мезгілді және нені көріп тұрмыз? Қыс мезгілі, иә? Қыс мезгілінде қандай қысқы ойындарды білесіңдер? Кім қандай ойынды жақсы көреді? Бұл балалар қыс мезгілінде не соғып жатыр? Аққала соғып жатыр. Я, балалар, ары қарай өзің мәтін құрап айт. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.